Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомда осындай дәмді кукурузды қалай жұмсақ етіп, дәмді етіп әзірлеудің жолын көрсететін боламыз. Біз семьямызбен, яғни жанұямызбен суда пісірілген кукурузды жақсы көреміз. Ең соңында әзірленгеннен кейін осылай ұнтақталған ас тұзын сеуіп барып қана пайдаланамыз. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше пісіруге кірісейік. Ең алдымен жас сапалы кукурузды таңдап алуымыз қажет. Оның осындай дәндері тегіс орналасқан, оңай бір-бірінен үзіледі және ешқандай қарайған жерлері болмауы қажет. Соны барлық сыртқы қабығынан жақсылап тұрып тазартып аламыз. Түпкі жағын пышақтың көмегімен кесіп тастайтын боламыз. Осылайша дайын кукурузымызды таза суда жуып жақсылап тазалап аламыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей осылайша сыртқы қабығынан барлығын тазартып алдық. Енді таза суымызға жуып алатын боламыз. Осы сәтте достар, қазанға салқын суыңызды қойып, қайнағанша дайындап қойыңыз. Бірден қайнап тұрған суға салатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қазанымызда суымыз қайнап жатыр. Үстіне біраз қасықтай тұзымызды салатын боламыз. Содан кейін жуылып тазартылған кукуруздарымызды орналастырамыз. Достар, міндетті түрде 30 минуттай қайнауы керек. Себебі дәндері барлығы толыққанды пісуі қажет. Осылайша қайнаған суға салғаннан кейін қақпағын жауып 30 минут ұстаймыз. Содан кейін шпажканың көмегімен пісіп-піспегенін қарауымызға болады. Мінекей достар, бар жоғы осындай, ешқандай құпиясы жоқ. Осылайша тесіп қарағаннан кейін, піскеннен кейін судан алып, сәл суығаннан кейін жей берсеңіздер болады. Міндетті түрде ас тұзын себелеуді ұмытпаңыздар. Адам ағзасына пайдалы осындай дәруменге мол кукурузды аптасына кем дегенде 2 рет немесе 3 рет жеп тұрғандарыңыз дұрыс. Әсіресе жас организмдерге өте пайдалы. Видеомды соңына дейін көріп, тамашалағаныңызға алғысымды айтамын. Сіз де үй ішіңізді қуантып, жасап көріңіз.